Өте дәмді жұп-жұмсақ кекс дайындаймыз. Ең алдымен жұмсақ сары майымызды миксермен араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқамызды бір-бірден сала отырып араластырамыз миксермен. Бірден салуға болмайды. Енді үстіне сүт және шекер салып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Үстіне ұн, қопсытқыш және ванилин салып, тағы да жақсылап араластырып, кексіміздің қамырын дайындаймыз. Кексіміздің қамыры дайын болды. Дайын қамырымызды алып, кекстің формаларына құйып шығамыз. Енді кексіміздің бетіне шоколад немесе кішіміш, өрік салуға болады. Мен кішіміш пен өрік салып шықтым. Ол қалауыңызша. 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минуттай пісіреміз. Осымен кексіміз дайын, ас болсын.